Баршаңызға сәлем. Бүгін тез илеп, кесіп жасай салатын оп-оңай әдемі пирогтың рецептісімен бөлісемін. 100 грамм ерітілген сары майға 100 грамм қант қосып араластырамыз. Енді бір шымшым тұз қосамыз. Бір дана жұмыртқа қосамыз. 250-300 граммдай ұн қосып, үстінен бір шай қасық қопсытқыш қосамыз. Қамырды жақсылап илеп аламыз. Міне осындай жұп-жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Азғантай бөлігін пирогты әрлеуге бөліп аламыз. Енді оқтаумен жаямыз. Ішіне салмасына мен осындай повидло қосамын. Ал сіз қалауыңызша варенье, джем немесе алмадан салма жасап салсаңыз болады. Енді қамырды дөңгелетіп кесіп шығамыз. Әр бөлікті видеодағыдай бекітіп шығамыз. Бөліп алған қамырды қолмен илеп, пышақпен тураймыз. Пирогты туралған қамырмен әрлейміз. Алдын ала 180 градусқа қыздырылған пешке салып 30 минут пісіреміз. Кеспе пирогымыз дайын. Қант ұнтағымен әрлейміз. Ал енді кесіп көрсетейін. Песочный қамырдан жасалған кеспе пирог осындай болып шықты. Жасап көріңіз, нәтижесімен бөлісіңіз. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет.